Сәлем, сәлем. Мен сенімен кездесуге бүгін де келдім. Ал сен менің ертегімді тыңдауға дайын шығарсың. Онда көп күттірмей, мен ертегімді бастайын. Бүгінгі ертегім асық ойнаған аю жайында. Аю қалай асық ойнапты? Қане тыңдайық. Орманда бір шұңқырда қоңыр аю өмір сүріпті. Ол өте салмақты, көп ешкіммен араласпайтын, күні бойы тәтті бал жеп, табиғатты тамашалап, одан қалса ұйықтап өмірін сүріпті. Ал бір күні алаңқайға қараса, ол жерде түлкі, қоян және тиін үшеуі бірігіп бір ойын ойнап жатыр екен. Аю қызығып кетеді де, орнынан тұрып, олардың жанына барады. Бұл не ойын? Бәрің мәссіңдер ғой, деп сұрайды. Бұл асық ойыны. Кім көздеп жақсы атады, сол жеңеді, дейді қоян. Аю да ойнағысы келіп кетеді. Бірінші рет асықты дұрыс ата алмады. Асықтың орнына жерді қағып жібереді. Ал қалғандары болса, аюдың бұл ісіне күледі. Бірақ тиін оны қолдап былай дейді екен. Уайымдама, аю. Басында бәріміз де қателесеміз. Ең бастысы тырысу. Ал аю болса, тырысып, қайта-қайта ойнап, өзінің шеберлігін арттырады. Біршама уақыттан соң асықты дәл тигізетін мергенге айналады. Ал достары болса, оның шыдамдылығына риза болыпты. Сондықтан балақай, шыдамдылық пен үйренуге ұмтылу өте маңызды. Бастапқыда қолыңнан келмеуі мүмкін. Бірақ тырысып үйренсең, бәрі де мүмкін. Сондықтан алғашқыда қолыңнан келмесе де, сен ол істі тастамай, тырысып үйренуге ұмтыл. Жарай ма? Келістік. Ал жақсы балақай, енді ұйықтай ғой. Сау бол.